Ежелгі грек-рим философиясының кезеңдері. Бірінші кезең Сократқа дейінгі немесе иониялық кезең. Ежелгі грек ойының натурфилософиялық кезеңі негізінен табиғатты зерттеуге және оның түсінуге арналды. Бұл кезеңдегі натурфилософтар табиғаттан оның бастауын немесе архе іздеді. Ежелгі гректердің көпшілігі көптеген құдайларға сенетініне қарамастан, сол күндердің өзінде-ақ ежелгі политеизмді қатал сынаған ойшылдар болды. Пифагор мектебі. Пифагор математик және философ. Оның тұжырымдамалық жүйесі өмірінде беделді және сонымен бірге жартылай мистикалық ілім ретінде танымал болды. Ол көп жылдарды саяхатқа арнады. Оның барысында ол мысырлық діни қызметкерлерден, вавилондық сиқыршылардан, финикиялықтардан, үнділерден, халдейлерден, кельттерден және тағы басқа ежелгі білім алды. Бұл саяхаттар оның ғылыми, космологиялық және философиялық көзқарастарының қалыптасуына айтарлықтай әсер етті. Ол кейіннен өзі құрған мектепте шәкірттерін оқыту барысында алған білімдерін кеңінен қолданды. Шетелдік дереккөздерден басқа Пифагор ежелгі грек ғалымдары мен ойшылдары арасында да өзінің көкжиегін кеңейтті. Пифагор өзін философ, яғни даналық сүйгіш деп атаған алғашқы ойшыл болған. Ол бірінші болып ғаламды ғарыш, яғни әдемі үндестік деп атады. Оның ілімінің пәні үйлесімділік пен сандық заңдарға бағынатын үйлесімді құрылым ретінде әлем болды. Бұл мектеп философиясын қалыптастыруда маңыздық концептуалды ұстаным ретінде әділдік принцибі қарастырылуы тиіс. Пифагор философиясы бай және сонымен бірге мазмұны жағынан қарама-қайшы. Оның мұрасын зерделеудегі басты қиындық артында ешбір жазба шығарма қалдырмағандығы. Осыған байланысты оның ізбасарларының ғылыми, идеялық және философиялық жетістіктерінің барлығы дерлік оған автоматты түрде жатқызылды. Шын мәнінде Пифагор мектебінің қызметі екі деңгейден тұрды: елеулі ғылыми теориялық зерттеулер және жабық діни мистицизм. Бұл деңгейлердің әрқайсысы өзінің пифагорлық деңгейіне сәйкес болды. Ғылыми деңгейдің өкілдері математиктер, ал мистикалық деңгей өкілдері акусматиктар, яғни тыңдаушылар деп аталды. Математиктердің міндеті табиғатты тануға ғылыми философиялық көзқарасты дамыту, ал акусматиктердің міндеті Пифагордың өз айтқан акусмалар деп аталатын сөздерді сөзбе-сөз жаттау болды. Акусма Пифагор соқыр сенімге ие болды және абсолютті ережелер дәрежесіне көтерілді. Пифагорлықтардың философиясында үш негізгі тақырыпты бөліп көрсетуге болады: санның метафизикасы, жандарды көшуі туралы ілім және аспан сфераларының үйлесімділігі. Біріншісі санның метафизикасы. Пифагор философиясы революциялық болды, өйткені пифагоршылар дүниенің іргелі принципімен материалдық нақты нәрсені емес, санды алғаш түсіне бастады. Пифагоршылар сандарды ғаламның идеалды принциптері деп есептеді. Олар алғашқы 4 сандық бірлікке 1, 2, 3 және 4, оларды тетраксис деп атаған әмбебап метафизикалық және қасиетті мағына берді. Мысалы, 1 және 2 10 негізгі жұптық қарама-қарсылықты құрайды. Олар жарық пен қараңғылық, жақсылық пен жамандық, ерлер мен әйелдер, шаршы мен параллелограмм, бірлік пен көптік, жұп және тақ, қозғалыс пен демалыс, оң және сол, шектеу және шексіздік, түзу мен қисық. Екіншісі, жандардың көшуі, метемпсихоз грекше туралы ілім. Пифагордың пікірінше, жан кез келген денені, адамның денесі болса, жануардың денесі да мекендей алады. Метемпсихоз табиғаттағы кез келген заттың қозғалысы сияқты табиғи процесс. Дегенмен пифагоршылар
өткен инкарнацияларда жан жасаған кейбір күнәлар келесі дене өміріндегі рухани өсу деңгейіне әсер етуі мүмкін екенін тұжырымдайды. Сондықтан олар бірте-бірте жанды тазарту, катарсис грек тілінде туралы ілімді дамытты. Егер жан өзін эмоционалды түрде тазарта алса, оның құдайлардың бар болу деңгейіне көтерілу мүмкіндігі бар. Ал кейінгі реинкарнациялар енді қажет емес болады деп санаған. Бірақ жан дүниелік қажеттіліктер мен қалауларға эмоционалды түрде үйір болса, ол үнемі бір денеден екінші денеге көшуге мәжбүр болады. Үшінші идеясы аспан сфераларының үйлесімділігі. Пифагор одағының ілімі аясында әлем сандар заңдары мен олар жасаған үйлесімділікке сәйкес өмір сүретін бір тұтас ғарыш ретінде пайда болды. Осы арқылы пифагоршылар қоршаған шындықты тану саласындағы ғылыми қатаңдықты күшейтті. Пифагордың өзі математика мен астрономияға музыка рухын енгізген алғашқылардың бірі болған. Ол және оның шәкірттері аспан сфераларының қозғалысты ғарыштық музыканы тудырды деп есептеді. Бірақ бұл музыканы адам естімейді, өйткені ол адамның туғанынан естіледі. Басқаша айтқанда, адам бала кезінен оның тұрақты дыбысына үйренген. Осылайша ғарыштық тыныштықтың негізінде шын мәнінде әмбебап музыка жатады. Сонымен бірге пифагоршылардың ілімдегі ғарыштың музыкалық үйлесімділігі физикалық және астрономиялық сипаттағы әлемдік үйлесімділіктен бөлінбейді.